Адам болып жаралған соң ұнатасың, сүйесің, көңіл керемет болдым деп айтпаймын. Мен қиналдым, жүрегім қанжылады. 24 этаждан құлап кете жатып, құлайым деп кеттім, мен кетіп бара жатырмын. Оны ешкім білмейді. Не тоқтатты сіз? Балаларым да көріп келе жылауы мүмкін. Тұрсынбектің өзі тоқтатты. Ұстап қалды. Ол да бір таңғы уақыт. Өте қиын болды, себебі шетелге барып келген екен екеуі. Жұмыс атқарамыз, қайтып келеміз деп маған әдемілеп тұрып айтқан кезде мен жүрегім жылып кетті. Дубайға бара жатсың ғой, мен де еріп барайын деген ондай арамдық жоқ қой менде. Сөйтіп барып келгеннен кейін Тұрсынбек жаңа видеосын көрсетіп жатыр да, ол да көрсінші ең құрман телефон арқылы деп жаңа Дубайдың әдемі жерлерін, көлікпен бара жатқан жерін көрсетеді да. Сосын жаңа бұл әңгімені ешкімге айтпағам. Видеоны бүйтіп көрсетіп жатқан кезде жаңағы қасында бір адам тұрады ғой. Сәттер болған, енді осы күні ойлап көрсем, мен сонда ондай уақытта адам ойлана алмай қалады екен. Жаны қиналған уақытта ол ауыр ғой. Сен сенген адамың, азаматың жұмыспен кеттім деп осындай әрекетке барып келгені, және осы уақытқа дейін алдап жүргені, болды, бізде бәрі тоқталды, ана жақ тыныш. Міне мен сенмен ғанамын, мен саған адалмын деп сендіріп, мен айтам 18-19 миллионбыз ба біз Қазақстанда, енді оның ішінде концертке баратындар қанша екенін білмеймін. Қанша адамды аузына қаратып отқан, сендіріп отқан, әдемі рахат ләззат, жаңа күлкі сыйлап отқан адам бір мөлдірді алдай алмаймын, Мен өте қатты түсінбеймін. Жарайды, менен кетті. Мен тастады, сөзін шықты керек. Балалардың деген несі бар деген ой. Ол балаларын шын жақсы көрді ғой. Бір қалада тұрып жатырмыз. Бір Астанада тұрып жатырмыз. 5 баланың ішінде өзі қатты жақсы көреді. Аяру 3-ші қызымыз жақсы көреді. Қатты жақсы көреді. Сөйтіп, қатты қиналып жүрген бірінші Аяру папасына көрмегені былай тұрсын, жазғанда жауап ала алмай қиналады қазір. Біз осындай сәтте жүрміз. Жақында біліп қалдым, телефондарын барлығын блокқа қойыпты. Пайдалана отырып, сол нәрсеге шынымен Меруерт ханым айтпақшы, нүкте қоя салсаңыз дұрыс болар еді деп ойлаймын, жалпы Мөлдір ханым. Екеуіңіз екі жақтан жабылайын дедіңіздер ме? Мөлдір ханым, қараңызшы, жалпы халықтың көкейіндегі бір-ақ сұрақ қой сол. Соған нүкте қоя салсаңыз. Сіздерге орында. Мен сіздерге жоққа шығарып жатқан жоқпын. Тақырыптың өзі, шындығы. Мөлдір, бұл тақырып қызық. мен естімеген шындығы. Енді Тұрсекенің өзінің айтқан күн күтіп жүрмін. Өзі келіп қолымды алған, өзі келіп аманат етіп отбасынан алып кеткен адам, өзі 5 баланы дүниеге әкелген. Сондықтан ер азамат болып, бірінші ол кісі шығып, өзінің ойын, өзінің себебі елдің алдына шығып жүрген азамат оған жеңілірек болады деген оймен, ол кісінің шешімін, ол кісінің ойын мен күтіп жүрмін. Сондықтан мен ол кісінің алдына шығып айта алмаймын.